Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сочный болып шығатын тауық етінен керемет тамақ дайындайтын боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен тауық етімізді қызып тұрған майда екі жағын жақсылап қызартып қуырып аламыз, жоғары отта. Қызарып піскен соң сол майымызға 4-5 дана пиязымызды осылай қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды да әдемілеп. Қызарып піскен пиязымыздың үстінен томатымызды салып жібереміз. Оның орнына қызанақты да пайдалансаңыздар болады. Үкіштен өткізіп, қызанақ болмайтын болса, томатымыздан 2 ас қасықты кішкене суға араластырып құйып жібересіздер. Мінеке, және үстінен кішкене аз ғана 1 кеседе су құйдым. Жаңағы екі жағы қызарып піскен тауық еттерімізді осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Үстінен сарымсақ пиязымызды салып аламыз, алдын ала туралған. Одан соң татымына қарай тұз және де 1 ас қасықта қант қосуды ұмытпаңыздар. Әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады, және де 20-25 минутқа пісіруге қоямыз. Мінеке, біздің сочный тауық етінен дайындалған тамағымыз дайын. Үстіне өздеріңіз қалаған ас көктеріңізді пайдалансаңыздар болады. Иісі деген керемет болып шығып тұр. Ыстық жаз күндерінде дайындап көруге кеңес беремін. Өте сочный болып шыққан. Нанмен жегенге өте күшті болады. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.